11 жасында Құранды жаттап, 14 жасында елге танылған жас қари Дулат Қалығұлов қазақ елінің туын асқақтатты. Ол Түркия мемлекетінде өткен Құран сайысында әлем елдерінен жиылған қарилардан дара шығып, алтын белгі иегері атанды. Барлық қатысушылардан оқ бойы озып, араб елдерінің өкілдерін таңдай қақтырған Дулатпен тілдесіп қайтқан тілшіміз Қасымжан Байкүшік әңгімелейді. Алланың кәләмі болған Құран кәрімді жаттап шығу екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт. Мектепке бармастан 6 жасында арабша әріп таныған Дулат үйдегі 5 баланың ортаншысы. Кішкене күнінде баласының қабілетін байқаған әкесі Дулатты 9 жасында Бангладеш мемлекетінің астанасы Доха қаласындағы қарилық медресеге береді. Көршілерге барып айттар күні жаңағы Құран оқып беріп, жаңағы сөйтіп дұға қылып беріп, кішкентай кезден сөйтіп жүретін. Жаңағы енді 5-6 жасымда енді бірінші жаттаған сүрем жаңа Табарак сүресі, жаңа Ясин сүресі. Жаңа әкем көлікте кетіп баратқанда жаңа қойып қоятын жаңағы сол жерде. Соны естіп жүріп, мен оны ешкім маған үйреткен жоқ, ешкім маған сабақ берген жоқ. Мен соны сөйтіп естіп жүріп, мен оны жаттадым. Аталған жүйріктер додасына Мысыр, Сирия, Бахрейн, Сауд Арабиясы, Имен, Индонезия, Малайзиясында алпауыт мемлекеттерден келген 700-дей үміткер қатысқан. Әлеуметтік деңгейге ие алтын белгіні қанжығаға байлаудың шарттары да оңай болмаған. Ал Дулаттың анасы Құран жаттағандағы ниетіміз мұндай жарыстарға қатысу үшін емес, бәрі де бір Алланың разылығы үшін дейді. Құранды басында жаттаған кезде біз Алла разы үшін жаттадық. Ондай ниет болған жоқ, біз бір жарысқа қатысамыз, сондай орындар болады, ондай ниетіміз болған жоқ. Алла Тағала өзі берді сондай бізге. Сонда Құран арқылы Алла Тағала соның дәрежесін беріп жатыр да баламыздан. Сол Алла Тағала сондай енді көрсетіп жатыр бізге Құранның несін, сол қасиетін көрсетіп жатыр сондай. Алла Тағала сондай дәрежесін беріп жатыр. Сол біз қазір қуанып жатырмыз сондай жетістіктерден. Білікті Құран мамандарының алдында сан түрлі сұраққа жауап беріп, Алланың кәләмін кез келген жеріне мүдірмей оқып, сол аяттың тарихына дейін айтып беру оңай болмаған. Сыннан сүрінбей өтіп, нақты 100 ұпаймен алтын белгіні иеленген жерлесіміз жеңісім көптің дұғасының жеңісі екендігін айтады. Бүкіл мемлекеттерден келді, араб мемлекеті бар, жаңағы басқа шет мемлекеттердің бәріне келді. Әлемдік деңгейде жарыс болды. Соны Алланың қалауымен енді жаңағы бірінші, екінші жаңағы осы әке шешемнің дұғасы бар, жаңағы халықтың дұғасы бар, үлкен аталардың дұғасы бар, жаңағы солардың дұғаларымен Алланың қалауымен жаңағы осындай орынға иелендік. Айта кету керек, бұл алтын белгі әлеуметтік статусқа ие, Құран жаттаушының деңгейін білдіретін құжат. Құран адам баласына берілген ұлы нығмет, Алла Тағаланың адамзатқа танытқан өлшеусіз мейірімі. Құранды басшылыққа алған пенде еш уақытта тура жолдан тайып адаспайды. Еліміздің тыныштығын, халықтың амандығын ойлап дұға ететін Дулат сынды қари жастарымыздың қатары күннен күнге өсе берсін. Қасымжан Байкүшік, Тілеуқабыл Саржанов, жаңалықтар қызметі.